Джунгли туралы небір аңыздар бар. Бірақ солардың ішінде кішкентай бөлтірік Маугли туралы аңыз ерекше. Сенен әлсіз қасқыр көрсем, көзім шықсын. Бірақ бұтақсын баса бәрі дұрыс болар еді. Желге қарсы тұрасың, жалғыз жүгіресің. Үйірмен бірге жүгіруді үйренбесең, біреудің азығы боласың. Қалай болды? Маугли сауып қалды. Ол кеңеске қатыса алмай өттік. Кім бірінші екен? Биікке шығып алдым. Қасқыр ағаш үстіне шықпайды. Мен олар сияқты жүгіре алмаймын ғой, Багира. Тек ағашты дұрыс таңдамадым. Ол өлі ағаш. Оның өлі екенін қайдан білейін? Оны шырмауық басқан. Ондай ағаштың саудасы бітті, өлді дей бер. Оны қасқыр жақсы білуі тиіс. Жарайды, ана бұтақ сынбағанда мен жүгіріп жетерем. Қасқыр болып тумағаныңды білем. Ең болмаса солар сияқты әрекет жасасаңшы. Бірнеше жыл бұрын осы баланы тауып алғанымда ол кішкентай сәби болатын. Бұғын ұста. Ол тірі қалу үшін бұған тірек қажет болды. Оны қорғай алатын топ. Сондықтан қасқырларға табыстадым. Жарайсыңдар бөрілер. Акелла, әділетті әрі мәртебелі көсем. Ол Мауглиді үйіріне қабылдап, жылы шырай танытты. Бірақ қасқырлар тез есейеді. Ал Маугли болса, ол өз табиғатына бағынды деуге болады. Маугли, мені биікке көтерші. Мені де. Ойындар қазір емес. Оны баққан Ракша болатын. Одан басқа анасы болмаған. Жүр, ойнаймыз. Ойнауға зауқым жоқ, Грей. Жүрсеңші аға, мен ойнауға тиіссің. Жүр, тышқан аулаймыз. Қалай өтті? Тағы ұсталып қалдым. Болу керек нәрсе бәрібір болады.